Саламатсызбы Жобай мырза. Осы фульвогумимен айналысып жатқанымызға біраз болды ғой. Көп халықтан мынандай сұрақ болады да, сонда фульвогумин бір өзі неге барлық ауруларға ем деп? Қаншама көп ауруларға көмектесіп жатқаны ол рас. Неге? Өйткені біріншіден оның құрамындағы жердің астынан алғандықтан 100-ден астам микро-макроэлементтер бәрі іште таза күйінде ғой. Одан кейін екіншіден бұл иммунитетке мықты әсер етеді. Ал иммунитет, мен бәріне айтам да, аурулардың бәрін жеңетін өзіміздің ағзамыз, өзіміздің организмдегі ішіндегі сол иммунитет, иммунная система дейді. Ол иммундық жүйені именно фульвогуминовый комплекстегі элементтер, олар барады да иммунитетті қалпына келтіреді екен. Сонда энергия клетке, митохондрияны қалпына келтіреді. Энергия пайда болғаннан кейін барлық микро-макроэлементтерді алғандықтан клетка тіреліп жұмыс істегеннен кейін барып басқа аурулардың бәрі, антипаразитарный эффект, токсин, свободный радикал, аллерген, тяжелый металлдардың бәрін тазартады. Біріншіден клетканың ішін тазартады, микро-макроэлементтерді береді, плюс жәнегі митохондрияларға энергия беріп, клетканы тірілтіп жұмыс етеді. Бұл қосымша еще иммунитетті қалпына келтіреді. Сондықтан организм өзі, біз ауруларды емдейміз деп айтпаймыз. Организм өзі ауруларды емдейді. Сол жағынан өте керемет құндылығы. Шетелде бұл фульвогуминнің құндылығы енді олар білген уже $20,000 артығымен тұратын шығар. Сондықтан біздің қолымызда, Риченс компаниясының қолында фульвогумин керемет. И ең жақсысы бұл адамдарға тиімді бағада тұр. Ковидтан кейін көп адамдарда давление, қант диабеті деген аурулар болды. Мысалы, соларға қандай кеңес беретін едіңіз? Ковидтан кейін көп аурулар қоза бастады. Онкологияның проценттік қатынасы көп уже өсті. Мен көп медициналық ақпараттарды қарағанда балаларда өмір ауырмаған жәнегі аутизм дисциплар қаптап кетті. Хроникалық аурулар бар. Солардың аурулардың сандық, проценттік сандығы өте көбейді. Неге? Өйткені сол вирус, жәнегі паразит, жаман зат, ковид дейміз ғой, ол барды да организмнің иммунитетін құртады екен. Организм, енді біз әлі міне оның зардабын енді көріп жатырмыз да. Сондықтан фульвогуминнің қасиеті өте мықты. Жәнегі иммунитетті көтеру, жәнегі противовирусный, противопаразитарный жәнегі әсері, жәнегіде бізде болашақта тағы да бір керемет өнімдер шығады ғой. Сол фульвогуминге қосып ол бергенде біз, мен ойлаймын, иммунитет қалпына келтіргеннен кейін уже гормональное нарушение дейді, давление дейді. Ол результаттарды біз уже алып жатырмыз ғой. Қаншама адамдардың результат алып жатырмыз. Жасарып, энергия беріп, қазіргі жағдайда адамдарға, жастарға особенно, жастардың өзіне энергия жетіспей жатыр. Сондықтан мына фульвогуминді қолданғаннан кейін бір айдың ішінде организмде әртүрлі құбылыстар болады екен. Сондықтан қай жерің ауырады, сол жерін өзі білдіреді, оны бәрі байқап жатыр. Бір-екі жұманың ішіндегі алған результаттар қандай керемет. Сондықтан фульвогумин өте пайдалы. Гормондық жүйені қалпына келтіргеннен кейін щитовидная железа, қалқанша безі, омырау безінің аурулары, асқазан асты безі, поджелудочная железа дейді. Оның жәнегі панкреатиті бар, жәнегі қан диабетінен уже 200-ден астам адамдар результат алып жатыр, правильно? Төмен түскенде надпочечник, ол давлениеға әсер етеді. Один из механизмов давления. Төмен түскенде яичниковая система у женщин, у мужчин жәнегі предстательная железа дейді. Солардың бәрін қалпына келтіріп жатыр ғой бұл өнім. Бірақ уақыт керек. 4 ай, 6 ай ішу керек. Кейбіреулер 1 жыл ішу керек шығар. Өйткені біз ауруды емдемейміз. Біз клетканы бірте қалпына келтіргеннен кейін, және фульвогуминмен, біздің кремний ғой, ричидетокс, причем спирулина, хлорелласымен қосқанда баланс. Көп әсер етеміз, организм клеткаларын қалпына келтіреміз. Мынандай мәселе, фульвогуминді ішеді. Но адамның, кейбір адамдардың мысалы аяғы, тізесі ауырады. Фульвогуминді ішеді, бірақ сол тізесі ауырған, аяғы ауырғандар басылып жатады. Ол неден? Воспаление. Фульвогуминді ішкенде ең бірінші жәнегі бір молекуласында 14 тетратриллион атом электрон бар дейміз. Электронның қасиеті жәнегі воспалительный процесстерді қосып алу. Жәнегі свободный радикал, аллерген, тяжелый металл, паразит, жәнегі токсиндер бар ғой, свободный радикалдарды, солармен өзіне қосып алады екен. Организмде бөгде, шаршап, басқа жақта, даже атипия клетканы вызывать ететін свободный радикалдарды өзіне қосып алып, организмнен шығарады екен. Сонда особенно воспаление тұрған жерде, нейтрофилдердің ол жерде воспаление қалай болады екен? Воспалениеға организмде реакция берсе, ол жерге көп лейкоциттер, нейтрофилдер барады. Барады да, воспалениемен күреседі де, одан кейін өздері өледі.
лейкоциттер, нейтрофилдар өледі. Соларды шығару керек. Соны шығару проблема ғой еще медицинада. Сондықтан противовоспалительный эффект деген фульвокуминнің свободный радикалдарды қосу, воспаленияны қосып алып, организммен сорбент ретінде шығарады да даже. Поэтому фульвокуминді ричи-детокспен бірге қолдану керек обязательно. Сол воспаленияны алады, еще емдейді. Рахмет. Жомарт мырза, осы керемет дата 23 наурызда 23 жылы Ричинс компаниясын аштыңыздар. Құтты болсын. Қазақстандық отандық өнімдер қылып шығарамыз деп. Енді осы Ричинс компаниясында жұмыс жасап кімдер табысқа жете алады? Кімдерге арналған компания бұл? Иә, бұл компанияның ашылу себебі ол тек қана біздің ғана емес. Біз компания ашамыз, бұл жұмыс істеп жоқ. Бұл 20 жыл бірге жұмыс істеген қасымыздағы біз өзіміз компания ретінде ешкім болмас едік. Егер біздің командамыз болмаса, 12 мың адамды қазір тіркелді. Оның ішінде өзіңізде бар топ лидерлар, бәріміз жиналып, сондай бір совершенный керемет жетістікке жететін компанияны қосып ашып отырмыз. Да, основателіміз, біз көп сұрақтарды шешіп жатқан шығарамыз, бірақ біз топ лидерлармен бәріміз ақылдасып отырып істейміз ғой, біз совет директоры болып бар. Сондағы қабылдап жатқан шешім, қандай өнімдер болады, мынандай даже маркетинг планды қалай ұйымдасып, бәріне жетімді жасау үшін жасап отырмыз да. Мысалы, ауылдағы адамдар, мысалы, бізде бір фульвокумин, бір ричи-детокс алып, 60 PV, 41 мың теңгеме, сонымен де даже тіркелуге болады ғой. Оған қандай мүмкіндік? Ол ертең уже ауылды жерлерде ақша жоқ деген кісілер бар ғой, мысалы, ақша жоқ деп кейбір адамдар, ол ақшасы жоқ адамдарға бұл келмейді, сетевой маркетинг деген, солардың бәрін сындырып жатырмыз, біз жоқ қылып жатырмыз да. Мы ломаем эти стереотипы, потому что бұрын бір американский компанияда жұмыс істегенбіз, там миллион теңгеден адамдар тіркеліп, бәрінің қолынан келмейді, ақшасы көтермейді. Сондықтан бұл Ричинс компаниясы именно народный, адамдарға арналған. Бұл жерде жәнегі 60 PV, 100 PV, 150 PV, соны айтқанның өзінде 100 мың теңге ғой бізде тіркелу. Бірақ адамдар 300 PV-ға, 500 PV-ға тіркеліп жатыр да, өткен өнімдер керемет болып тұр да. Любой кез келген компанияда 80% ол клиенттер болады екен. Ал клиенттер көп болған сайын, ол ертең ары қарай түсінсе, мынарда топ лидері болып, сабағына қатысып, команда құрып, қалай адамдармен командамен сөйлесу керек екен, команданың ішінде қандай культура болу керек, соның бәрін біз оқытамыз. Академия, өздеріңіз жүргізетін қандай керемет академия. Одан кейін лидерский слет, директорское обучение, система, самое главное, ол система, кез келген адам, ол адамның өзінің желаниясы дейміз ғой, қазақша желаниясы болған адамға бәріне керек бұл Ричинс компаниясы. 18 жасқа толса болды, 18 жасқа кәмелетке толып, уже несін тіркеліп, біздің компанияға тіркеліп, өзінің карточкасын ашып, бәрі онлайн ғой, карточкасын ашып, жұмыс істеп, шетелге барғым келеді, машина алғым келеді, үй алғым келеді, өмірімді өзгерткім келеді. Үлкен ақша тап, үлкен ақша деген ол 200-500 мың теңге жақсы, миллион теңге, 20 миллион теңге, 100 миллион теңге айына дейін табуға мүмкіншілік бар. Біздің маркетинг план оны береді. Рахмет. Тағы бір сұрақ келіп отыр да. Жалпы, қазір бедеулікке байланысты ма, бір жастар көбінесе, орта жаста болсын, балалы бола алмай жатады ғой. Сол кезде көбінесе жаңағы әйелі қаралып, әйелі емделіп жатады да. Соны біздерде екеуісі қатар ішу керек дейміз. Соған байланысты бір-екі ауыз айтайықшы. Қазіргі статистика бойынша ер адамдардың бедеуліктері 40%-ға уже шықты. Ол енді ол ішетін тамаққа байланысты мекен, аз қимылдау мекен, әртүрлі причина, гормондық өзгеріс мекен, ол причина өзімен өзі. Бірақ фульвокумин, ричи-детокс, бізде свечалар бар ғой еще. Соларды комплексті қолданғанда, даже әйелінде ғана проблема болса, жолдасы екеуі семья бірге ішу керек екен. Ер адамдарда проблема болса, бәрібір әйелде қосымша екеуі де қолдану керек. Сонда процент тез нәтижеге жету тез өседі. Қаншама адамдар, қаншама результаттар бар бізде уже. Саны бойынша 50-ден ба, 60-тан асып кетті ғой. Күнделікті звондап бізге айтып, міне мен балалы болдым деген адамдар
көп. Онымен түсінікті, өйткені гормонды қалпына келтірді, клетка тірілді, жұмыс істеді. Ішіндегі может причина болып отырған қазір ауруларды тудыратын жәнегі причинаның этиологияның бір түрі 90% паразиттен деп айтады. Сондықтан даже ауру мына қан тамыры системасының көп аурулары паразитке байланысты екен. Сондықтан мына фульвогуминнің комплекс өте күшті паразиттерге кері әсері бар. Сондықтан результаттар алады. ИКО жасаған кісілер бар бізде. Соның өздері осы біздің фульвогуминмен, жидетокспен, свечиді қолданып результат алып жатыр. Рахмет. Алла разы болсын. Ісіңізге сәттілік тілеймін.